Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейітқазұлы. Так, бүгін біз аллергияны қалай жеңуге болады және аллергия пайда болуының механизмін айтатын боламыз. Жалпы осы каналға келіп, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазғандарыңыз үшін рахмет. Өйткені білімге, осындай медициналық каналдың дамуына өте жақсы үлес қосып жатсыз. Сіздің каждый просмотрыңыз көрген үшін, лайк басқаныңыз үшін бұл видео көбірек топқа кетіп тарайтын болады. Ол көп адам көрген сайын ол алдын ала мысалға осы жақта айтылған заттарды қолданып өзінің өміріне өзгертуіне мысалға өте жақсы көмектесе алады. Сол себепті мен бұл видеоны аллергиясы бар адамдарға арналғым келіп тұр. Жалпы егер сізде аллергия болатын болса, жөтел, түшкіру, азанда мынандай ісіп тұрған көзбен оянасыздар мысалға, ұйықтай алмайсыздар, демаламайсыздар, мұрындарыңыздан ауа өтпейді мысалға да, ісіп кететін, ісініп жүресіздер, сосын аллергиктердің бір жаман жері постоянно чихание, түшкіру, жөтелу, далаға шыға алмай қаласыздар. Бұның барлығы өте жаман, мен өзім білем, өйткені менде де аллергия болған бұрында. Қазір мен сіздерге жалпы механизмдерін түсіндіріп беремін, аллергия қалай пайда болады, не үшін пайда болатынын. Егер ойланып видеоны до конца көретін болсаңыздар, түсінетін боласыздар да, жалпы причинасын, не үшін аллергия пайда болатынын. Ең біріншісі жалпы, так, былайырақ отырамын ғой деймін, көрініп тұрған шығармын, аллергия, аллергия. Так, аллергияның ең бірінші причинасы не үшін пайда болады? Ол генетика. Генетика примерно 70% байланысты. Егерде сіздің әке-шешеңізде, аталарыңызда, апаларыңызда аллергия болған болса, ол міндетті түрде сізге де өтеді. Өйткені генетический материал ретінде зачатие кезде, жалпы баланың формированиясы кезінде бүткіл ата-ананың баласына аурулары да өтеді. Генетический аурулары в том числе. Сол себепті оларда бар болса, көбінесе балаларда да аллергия пайда болады. Бұл причинасы, бірінші причинасы. Екінші причинасы аллергияның пайда болуы, ол бізде аллерген. Аллергендер екінші причинасы. Так, аллергені дегеніміз не дейтін болсаңыздар? Аллерген ретінде тамақты алсаңыздар болады. Мысалға, көбінесе красно-желто-оранжевый продукттер, мысалға лимон секілді, апельсин секілді, мандарин секілді, красный мысалға арбуз кейбір адамдарда, алма бар ғой, кәдімгі алмаға да аллергия беруі мүмкін. Жалпы көптеген продукттерге осының бары аллергенге жатады, қоздыратын, аллергияны тудыратын заттарды аллерген деп айтады, мысалға. Енді үшінші фактор бізде иммунитет. Так, иммунитеттің мынандай схема, мынау знак мен өзім ойлап тапқам медицинада. То есть иммунитет нарушение деген сөзі білдіреді, то есть дисбаланс, дұрыс емес жұмыс жасауын. Осындай белгімен мен айтам да әрқашан. Енді қараңыз, иммунитеттің бұзылуы. Көбінесе біз иммунитеттің бұзылуына қазір тоқтаймыз. Өйткені қазіргі таңда аллергияның причинасы генетикада емес, енді генетикада ойнайды енді значение. Аллергендерде емес, именно иммунитеттің бұзылуында деп ойлаймын мен. Енді қараңыздар, бізде жалпы мынау иммунитет деп алып қарайық. Так, қалай салсам екен? Мұны былай салайын. Мынау біздің иммундық клеткамыз деп алып қараңыздар. Енді иммундық клеткамыз бізде қалай жұмыс жасайды? Жалпы иммунитеттің көп түрлері бар, бірақ основной түсінікті болу үшін екі түрін айтам. Екі клетка бар да, біздің қанымызда жүретін екі клетка бар. Бірінші клетка бізде Т-хелпер деп аталады. Бірінші клетка бізде Т-хелпер, екінші клетка, так, бір деп қойын. Екінші клетка бізде кішкене дәурек болады ол, осындай.
Так, екінші клетка. Бұл бізде макрофаг деп аталады. Макрофаги немесе тағы да бұны Б клетка деп алып қарай салайық. Жалпы, Б клетка. Так, Б клеткадан тұрады и Т хелперден тұрады. Енді бұл екі иммундық жүйе иммунитеттің бізде, получается, оборонный нелерін атқарады. Оборонный деген мысалға вирустарды, бактерияларды жейді. Қалай жейді? Қай принциппен жұмыс жасайды бұлар? Біріншісі қараңыз. Бірінші, мысалға сіз бір инфекциямен ауырып қалдыңыз. Просто простойды алып қарай. Мысалы, ангинамен ауырдыңыз, тамағыңыз ауырып қалды. Немесе жөтеліп қалдыңыз. Сол кезде сізге бір бактерия түседі. Так, бактерия. Мұны бұлай. Мынандай қарайық. Бұл бактерия деп алып қараңыздар. Так, бактерия. Бактерия ағзаға түскен кезде ең бірінші осы бактерияны табатын компонент бізде осы Т хелпер болып табылады. Бірінші атакаға Т хелпер кетеді. Атакаға кетпейді, бұл просто барады мынаған клеткаға. Сөйтеді, бұны бактерия екенін тауып қояды. Бұл бактерия деп уже түсінетін болады. Осы процесс бактерия екенін түсінген кезде бұл Т хелпер деген, help деген ағылшынша сөзден шыққан, help деген көмек шақыру деген сөзді білдіреді. Содан кейін мына жақта Б клетка осы help шақырғаннан кейін мына процесске бізде Б клетка макрофаг барады. Мынаны өте үлкен болып келеді. Бұл денелер үшін макрофагтардың Б клеткаларының былай полный бактерияны қоршап алады. Қоршап алғаннан кейін бұл не істейді? Бұны өлтіріп тастайды. Жалпы осы екі механизммен жұмыс жасайды. Енді проблема қай жерде дейсіздер ғой, аллергия кезде. Проблема қай жерде? Қазір мен сіздерге проблеманы көрсетемін, қай жерде екен. Проблема аллергия кезінде ол Т хелпердің қуып кеткен түрінде. Т хелпер бізде кішкене деп па, в общем, қуып кетеді да Т хелпер, дұрыс жұмыс жасамайды. Нарушение пайда болады. Мына нарушениясын белгісін сап қойдым. Ол қалай проявляться етеді? Мысалға, Т хелпер бактерияларды, вирустарды ағзадан көрумен қатар ол біздегі ағзадағы бүткіл жеп жатқан тамақтарды да өзінің несі ретінде қарап кетеді. Враг жаңағындай номер один бактериялар, инфекциялар сияқты, вирустар сияқты. Мысалға, простой мынау бізде простой бір арбуздың бір молекуласы да, мысалға арбуз немесе мынау шөп бар ғой, пыльца, неше түрлі шөптер бізде распыление береді ғой, сол мұрынға түседі да, мысалға аллерген ретінде. Мысалға, бұл просто арбуздың бір молекуласы деп алып қарайық. Міне арбуздың немесе жаңағы цветкей дейді ғой. Цветкей жаңағы шөптер, мысалға, шөптер, арбуздың молекуласы, шөптің молекуласы болуы мүмкін. Әшейін шаң болуы мүмкін, просто шаң. Кейбіреулерге даже мынау солнечный аллергия деген бар, мысалға. Просто мынау күннің сәулесінен аллергия пайда болады. Кейбіреулердікі ішімдіктерге аллергия болуы мүмкін. Кейбіреулерде помидорға, в общем, неважно, да? В общем, осындай бір ағзамызға күнделікті түсіп жатқан, ол мысалға ішіп жатқан кофеңіз болуы мүмкін, сүтіңіз болуы мүмкін. В общем, аллерген ретінде Т хелпер бізде қуып қалады. Ол не істейді? Ол барады да, неға жабысып алады. Жабысып алады да, макрофагты шақырады. Макрофаг, Б клеткалар барады да, бұны не істейді? Арбуздың клеткасына реакция береді. Реакция берген кезде воспаление ретінде бұған тағы да дополнительно иммунный клетканың нелерін шақырады, неше түрлі түрлерін. Мысалға, тучные клетки деген бар, эозинофилдар келеді мынаған, мысалға, эозинофилдар жиналады. Содан кейін жаңа иммуноглобулин деген заттар бар, солар келіп жабысып бастайды мынаған дополнительно. Сөйтеді да, бұның барлығы процесс воспаления, то есть ағзада не болады, бурный реакция береді да, осының салдарынан простой осы Т хелпердің ошибкасынан, получается, бізде целый комплекс каскадный не басталады.
проблема, каскадный проблема. Сөйтеді дағыны простой сіздер жеп жүрген арбуздарыңызға, картошкаңызға, мандариндерге, мынау даладағы кәдімгі өсіп жатқан гүлдердің пыльцаларына реакция бересіздер, содан аллергия пайда болады. Полиноз, сезонная аллергия деп айтып жатады, аллергия, пищевая аллергия деп айтып жатады. В общем, осындай неше түрлі проблемдер туындататын бізде түсіндіргенде мынау Т-хелпер болып табылады. Енді бұның решениясы қандай? Бұны қалай біз шеше аламыз? Бұны шешу үшін сіздер простой заттарды білу керексіздер. Простой заттар. Так, ең бірінші зат бізде причинасын білу керексіздер аллергияның. Ең бірінші причинасы жаңағы мен айтып кеткендей мынау Т-хелпердің нарушениясы. Одан кейін паразиттер. Не үшін жалпы Т-хелпер қуып кетеді ағзада? Не үшін дұрыс емес жұмыс жасайды? Причинасы паразиттер. Не үшін паразиттер? Өйткені паразиттер мысалға былай, мынау құрт деп алып қарайық, құрт не үшін бізде проблема алып келеді? Өйткені құрттар бізде майдалары және жуандары болып бөлінеді ағзада. Үлкен және майда болып құрттар бөлінеді көбінесе. Енді бұл құрттар үлкен болсын, майда болсын, мына жақта аузы болатын болса, тамақты жейді, тамақты не істейді? Мына жақта анустарынан шығарып тастайды. Мына экскрециясы. Бұл бізде проблема. Мынаған Т-хелперда Б клеткаларда реакция береді. Түсініп отырсыз ба? Содан бізде аллергия қайттан туындайды. Қайттан иммунитет іске қосылады. Сол себепті мынау экскременттерін немесе өздерінің құрттарын өздеріне аллергия обязательно береді. Сол себепті қазіргі проблемалар қай жерде жатыр? Қазіргі проблемаларда адам ағзасында құрттарға жақсы мән бермейді адамдар. Құртты вообще не екенін, не үшін емделу керек екенін, ағзада болса қандай проблемаларды шақыруына дейін білмейді да, қандай проблема алып келетінін құрттарды адамдар білмейді. Одан бөлек врачтар, дәрігерлер бізде құрттармен практически айналыспайды деп айтсақ болады. Мысалға поликлиникаға барсаңыз, қандай дәрігер сізге мысалға, сізде құрт болуы мүмкін, мынандай дәрілерді алып ішіңіз, немесе былай істейік деген сияқты сондай ешқандай варианттар айтпайды да. Потому что құрттарды біздің медицинада өте слабы емдейді. Одан кейін тағы да мен осы Қазақстанда жүріп проблеманы анықтаған затым, врачтар бізде грибковый инфекцияға мән бермейді. Грибоктар бар ғой, грибковый инфекция. Сонда емдемейді лечение ретінде мысалға. Өйткені грибок көбейген кезде де өте көп проблемалар шығады ағзада. И құрттар дәл сондай. Мына құрттарды емдеу үшін сіздер бұны полный өлтіру керексіздер. Өлтіру үшін комплекс дәрілер ішу керексіздер. Құрттарды қалай құрттардан тазаланасыздар, солай аллергия 50%-ін алдық, жойдық деп айтсақ болады негізінде. Кейбір кезде мынандайда чистка кезінде, мысалға құрттарға тазалаған кезде, бір жыл, мысалға сіз осы жылы аллергия болып ауырып жүрсе, сіз аллергияны емдеймін деп, мысалы құрттарға лечение жасайсыз, келесі жылы аллергия пайда болуы мүмкін сізде, бірақ сіз чистка жасадыңыз. Бірінші жылы, екінші жылы чистка жасадыңыз да, уже үшінші жылдарына аллергия полностью жоқ болып кетуі де мүмкін. Өйткені құрттар моментально жоқ болмайды да, бұларға кішкене уақыт керек кетуіне. В общем, паразиттер, одан кейінгі проблема. Плохое питание дейді ғой. Так, екінші проблема бізде питание болып табылады. Питание. Қалай аллергия шақырады? Питание қалай аллергия шақырады? Бұрында мысалға статистикаға қарасаңыз, аллергия вообще болмаған да, бұрынғы біздің мысалы ата-бабаларымыз кезде аллергия практически болмаған. Біз естімейтінбіз аллергия болып деген затты. Қазір 21 ғасырда проблема өте көп тамақтармен, өйткені қазір адамдар сахарды, глютенді, неше түрлі жаңағындай консерванттарды продуктілерге қосылатын, осының барлығын нормально санайды. Негізі нормально емес та. Өйткені ол көптеген проблемаларға алып келеді.
Консерванттың өзі ешка деген заттар бар, құрамында өте қатты адам ағзасына зиян тигізетін, неше түрлі жаман ауруларға алып келетін қоспалар бар. Соны напитоктерге де қосады, тағамдарға да, полуфабрикат, колбасалар, консервілер бар ғой, бүткіл консервілерге қосады. Крабовые палочки, мороженыйға, пожалуйста, сүт өнімдерінің бәріне қосады, сүт бұзылып кетпес үшін мысалға. В общем, 70-80% былай жазып қойым, питанияның 70-80%-ында қазіргі таңда бізде консерванттар өте көп. Консервант бізде химия. Химияға тағы да Т-хелпер дұрыс емес реакция көрсетеді. Сол себепті аллергия өте қатты өсіп кетті. Дұрыс емес питаниядан. Егер табиғи тамақтанатын болсаңыздар, сізде еш уақыт аллергия болмайды. Егер қалайсыз колбаса, полуфабрикаттар, соктар, напитоктер, неше түрлі жаңағындай химиясы бар продуктілерді қолданатын болсаңыздар, олар обязательно мынау Т-хелпердің қуып кетуіне алып келеді. Содан кейін экология, химия, вакцинация кіреді, оның барлығы иммунитеттің бұзылуына, стресс, перегрузкалар кіреді. И самое главное бізде дисбактериоз кіреді. Үшінші бізде причина дисбактериоз. Так, дисбактериоз дегеніміз не? Дисбактериоз дегеніміз, мынау бізде кишечник болатын болса, біздің шектерімізде. Осы шектерімізде соотношенияда жақсы жаман бактериялар примерно 90% бізде жақсы бактерияларға толы болу керек. Там 10% кішкене все равно преобладать етеді, кішкене патологический да нелер болады кишечникта, среда, өйткені енді все равно жеп жатқан тағамдарыңыздың әсерінен, в общем, кішкене соотношение бұзылады. Енді 90% полезный бактерия бар деп ойлап қарайық, 10% жаман бактерия деп алып қарайық. Аллергия қашан пайда болады? Когда мынау соотношение бұзылады. 90-ға 10 деген мысалға 60-қа мысалға 40 болып өзгерген кезде. Немесе мысалға 90% жаман бактерия, 10% жақсы бактерия мысалға. Выраженный синдром избыточного бактериального роста, когда шектеріңізде кандида грибоктар өсіп кетеді, ақ выделениялар пайда болады, геморрой, тағы басқа. В общем, соотношение бұзылған кезде бізде мынау Т-хелперларыңыз қайтадан реакция береді. Ең бұл жерде жаман зат осы кишечниктарыңыздың таза емес болғаны. Егер сізде запор болатын болса, не үшін дисбактериоз пайда болады? Бактериялардың соотношение. Өйткені барлығы бізде асқорыту жүйесінен басталады. Мынау тістеріңізден даже басталады. Егер тістеріңіз жоқ болатын болса, тамақты дұрыс шайнамайтын болсаңыз, содан кейін асқазандарыңыз қорытылмайтын болса, сізде изжога бар, отрыжка бар, тамақ қорытылмайсыз, өт қалта жұмыс жасамайды, ұйқы безде панкреатит бар, воспаление мысалға. Кишечникте колиттар бар. Осының барлығы бізде дисбактериоз алып келеді. Дисбактериоз қашан пайда болады? Солай қайтадан аллергия пайда болады. Сезонный аллергия болуы мүмкін, любой түрі. Сол себепті ең бірінші құтылу жолы осы проблемалардың барлығынан. Бізде бірінші этапта паразиттерді өлтіресіздер, сосын питанияны дұрыстайсыздар, табиғи тамақтанасыздар, и үшінші процесте дисбактериозды жоясыздар. Дисбактериозды жою үшін сіздер ЖКТ-ны емдеу керексіздер. ЖКТ-ны емдейсіздер, бауырды, ұйқы безді, өт қалтасын емдейсіздер, шектерге питание бересіздер, микрофлораны дұрыстайсыздар, полезный бактерияны өсіресіздер шектегі. Запор болмау керек еш уақытта адам баласында. Күніге бір немесе екі реттен үлкен дәретке шығып тұру керек негізі адам баласы. Қалай осының барлығын жөндейсіздер, солай бізде аллергия еш уақытта болмайды. Жалпы айтқым келгені осы. Егер де сізде осындай проблемалар болатын болса, бізге онлайн консультацияға жазылсаңыз болады. Скидкамен тұр, қазір бағалары WhatsApp-тарымызға жазсаңыздар болады. Егер сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк, комментарий кетіңіз, және де бөлісіңіз осы видеоларды жақындарыңызға, әке-шешелеріңізге, балдарыңызға, бәріне жіберіңіздер, өйткені максимал түрде көп адам көрген сайын өзіне полезный заттарды алып қарайды. Простой, осы енді қиын айтсам кешіріңіздер, бірақ
максималды түрде ең жеңіл түсіндіргенім осы болды енді. Жалпы айтқым келгені осы. Сіздер маған дәрігер Бағзат Сейітханұлы. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.